Бүйректің жұмысына не нәрсе қатты әсер етеді? Бүйрек ауруынан үй жағдайда қалай құтыламыз? Видеоны соңына дейін көріңіз. Бүйректі тазалаудың және жұмысын жақсартудың қарапайым тәсілін айтамыз. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіз үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация. Бүйрек, жұп мүше. Ол адамның ең кішкентай, нәзік әрі маңызды мүшесі. Ол қанның құрамын улы заттардан тазартып, денедегі суды сыртқа шығарады. Бүйрек күніне 200 литр қанды сүзгіден өткізеді екен. Қан қысымын ретке келтіріп отырады. Егер де аталған ағза зақымданса, адам өміріне қауіп төнеді. Кез келген адам дер кезінде бүйрек дертіне назар аудармайды. Қазіргі қоғамда созылмалы бүйрек ауруына шалдыққандардың саны өте көп. Аталған аурумен ауыратындар саны жағынан еліміз 4-ші орында тұр. Ал бүйректі ауруға шалдықтыратын өзіміздің немқұрайлығымыз бен жаман әдеттеріміз. Мәселен, тұзды тағам жеу, суды аз ішу, фастфуд жеу, ішімдік ішу, ауруды басатын неше түрлі дәрілерді қабылдау және шылым шегу, су ішпеу. Адам ағзасының 80% судан тұрады. Ағзада су жетіспесе, гидратация процесі дұрыс жүрмейді, яғни бүйрек әлсіз күйге түседі, құрғап қалуы мүмкін. Сондықтан ағзада су балансын сақтау үшін шай немесе газды сусынның орнына ауыз суды ішуді әдетке айналдырыңыз. Бүйрек ағзада тұздың теңдігін ұстап тұратын мүше. Тұзды тамақты көп қолданатын адам гипертонияға шалдығуы мүмкін. Гипертония бүйрек жұмысына зиянын тигізетін процесс. Ішімдік ішу. Ішімдіктің құрамында улы заттар болғандықтан бүйрек жұмысының әлсіздігіне әкеледі және гипертонияны қоздырады. Ауруды басатын дәрілерді ішу. Қазіргі заманда ауырсақ болды, дәрі ішу әдетке айналды. Қатты ауырып қиналғанда болмаса, ішудің қажеті шамалы. Ауруды басатын дәрілік заттар бүйректің жасушасын зақымдауы мүмкін. Шылым шегу. Темекіні шеге берсеңіз, бүйректе қатерлі ісіктің пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін. Барынша шылым шекпей, түтіннен де аулақ болыңыз. Фастфуд жеу. Тез жасалатын тағамдардың көбісі майлы болып келеді, ал бүйрекке майлы тағамдар жақпайды. Видеомызды әрі қарай жалғастыруымыз үшін каналға тіркеліңіз. Бүйрек ауруларының басты белгілері. Бүйрек әлсізденсе, бет, аяқ, қол, көздің айналасы ісінеді. Бүйрек жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың тозуы, ойдың үнемі бөлініп кете беруі де бүйрек әлсіздігінен болады. Әйелдердің тез тоңуы бүйрек жұмысының бәсеңдеуінен болады. Бүйрек нашарласа, қан қысымы артады. Бұл белгілер байқалса, аурудың алдын алып дәрігерге көрініп, емдік шаралар қолдану керек. Әйтпесе бүйректің жұмысын тоқтатып, адам өміріне қауіп төнуі мүмкін. Бүйректің жұмысын бәсеңдетіп, ағзамызға қауіп төнбесі үшін оны тазалап тұруымыз керек. Егер сіздің бүйрегіңіз ауырса, үй жағдайында қалай емделесіз? Пікірге жаза кетіңіз. Бүйрегіңізді тазаламас бұрын денеңізді қимылдатып қыздырудан бастаңыз. Таңертең және кешке ерінбей жүгіріп тұрыңыз. Ол бүйректің жұмысын жеңілдетіп, қанның сүзілуін жақсартады. Әрі қарай диетаны да ұмытпағаныңыз жөн. Бүйрекке пайдалы тағамдар: кебек, мұқжидек, қара өрік, итмұрын, теңіз балығы, шөптен жасалған шай, кофе, асқабақ дәндері. Ішімдіктен газдалған сусын, тұздалған және маринадталған саңырауқұлақ пен еттен бас тартуға тура келеді. Әрине, бір жолға емес. Кез келген дәріні дәрігердің рұқсатынсыз қабылдай бермеңіз. Бүйректі осындай жолдармен де тазалауға болады. Бәріміз сүйіп жейтін қарбыз арқылы. 3 сағат бойы тек қарбыз жеп, сосын ыстық суға түсіңіз. Ваннада кіші дәретке барғыңыз келгенге дейін отырыңыз. 5 күн бойы қайталасаңыз, бүйрегіңіз артық заттар мен токсиндерден тазаланады. Арасына 1 күн салып қайталаңыз. 15 күн бойы күн сайын 200 граммнан мұқжидек және жидек жеңіз. Қатып қалған түрлерінде жесеңіз болады. Ит мұрын мен
бүйректі тазартуға болады. Ол үшін оны ұнтақтап, 5 ас қасық ұнтағын термосқа салып, үстінен 400 мл ыстық су құйыңыз. Түнімен тұндырып, таңертең 1 стакан ішіңіз. Түнде тағы 1 стакан. Осылай 14 күн бойы үздіксіз ішіңіз. Ең қарапайым тазалаудың тәсілі жай ғана су. Таңертең 200 мг суды ішеміз. Содан соң 1 стаканнан 1 сағат сайын ішіп, ұйықтар алдында 2 стакан ішеміз. Бұл тәсілмен тазарту кезінде ағзада сұйықтық көп болып, жүрекке жүк болып кетпеуін қадағалаңыз. Бүйрек тазартуға дәрілік шөптерді қолдануға болады. Олар құлпынай, лавр жапырағы, зығыр тұқымы және сұлы дәні. Қолданар алдында міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз.